2024 жылдың есігін шулатып жапқан Кальмар ойынның екінші маусымы бүкіл интернетті шулатқаны өтірік емес. Сонымен қатыгез ойынның бізге дайындаған сыйлығы қандай. Маусымның басы біз қалағандай біркелкі болған жоқ. Бүгін біз авторлардың нені жақсарта алғанын және керісінше қай жерде дұрыс жасамағанын талдайтын боламыз. Арнаға тіркелмесеңіз, жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, ал біз жалғастырамыз. Әрине, Кальмар ойынның екінші маусымы биылғы жылдың ең күтілген және талқыланатын жобаның бірі болды. 2021 жылы сериал қысқа мерзімде жалпыға бірдей танылған әлемдік жаңалыққа айналды. Бұл авторларға қатты қысым жасады, себебі өз аудиториясының алдында ұятқа түсіп қалмас үшін, және екінші маусым шыққаннан кейін көрермендердің пікірлері екіге бөлінгенін айту керек. Егер сіз көрсеткіштерге жүгініп екі маусымның рейтингтерін салыстырсаңыз, онда жобаның жалғасы әлі де батып бара жатқаны көрінеді. Егер дебюттік маусым өте жақсы өтсе, көрермендер 95% деңгейінде жоғары бағалады, ал екінші маусымды 86%-ға дейін бағалағанын аңғарамыз.